Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен бүгін өзімнің таңғы асқа балаларыма жасап беретін осындай тамақтың рецептісімен сіздермен бөліскім келеді. Мен осылай лавашты тарелкамен осылай дөңгелек қылып өзіме кесіп алдым қажеттісін. Сондай-ақ бір кесеме бір жұмыртқамен кішкене тұзымды және де сырымды салып, екеуін вилкамен әбден араластырдым. Және аздап үстіне укроп салдым, өзіме қажеттісін. Міне менің начинкам дайын болды. Қазір табамды, міне қызбай тұрған кәдімгі салқын табама лавашымды осылай саламын, бірінші бөлігін. Сосын жаңа жасаған начинкамның бәрін түгелімен осыған лаваштың бетіне бірдей қылып жайып шығамын. Бұл тамақ тез дайын болады. Таңғы асқа кәдімгі жасай берсеңіздер тез дайын болады. Екінші лавашпен бетін жауып, жай отта 1-2 минут, екі жағын кезек-кезек 1-2 минуттан пісіріп аламын. Қазір осылай қоямын, міне 1 минуттай тұрды. Мен қайтып ашып, екінші жағын аудардым. Қайтадан бетін жауып 1-2 минутқа қойып қоямын. Мына менің таңғы асым дайын, балама дайындаған. Сіздер де жасап көріңіздер, оңай, әрі тез, әрі өте дәмді. Осындай әдемі шығады. Міне ортасын жыртып осылай жей бересіздер. Дәмі ерекше болады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.